Таңертең қорадағы 5-6 уақ малына шөп салуға шыққан Тоқбай аң-таң болып тұрды да кемпіріне айғай салды. Әй қалыш, тұр деймін ойбай. Не боп қалды таң азанымен? Қора да жоқ, қорадағы мал да жоқ. Жер жұтып кетіп пе сонда? Мен қайдан білейін? Түнде қораны тас бекітіп құлыбын салып жатқанмын. Оят ана балаңды іздейік. Бұлардың айғайынан 10-шы сыныпта оқитын баласы Иманберді оянып кетіп, не болғанын түсінбей көзін уқалап, біраз тұрды да, мән жайды білген соң сыртқа шықты. Әне балам, ауылда жоқ, сенің ішкөлің де жоқ. О, құдайым, ақыр заман деген осы болар. Сақтай көр өзің деп, Тоқбай өзі шала-пұла білетін дұғаларын оқып, бетін сипады. Иманберді жан-жағына қарап, көке, ешқандай ақыр заман болған жоқ, ауылды да, біздің қораны да қар басып қалған деді. Тоқбай есін жеп қараса, о тоба, ауыл да, қора да орнында, дөңкиіп қар астында жатыр. Түнде бір оянғанында даладан әлде ысқырған, әлде ышқынған бір дыбыстар шыққандай болып еді. Қарлы боран соққан екен ғой. Ойда Алматы-Шымкент тас жолының сүлбесі ғана байқалады. Әр жерінен төмпешіктер пайда болыпты. Олар қимылдай ма? Қалай өзі? Балам, анау тас жолға қарашы, төмпешіктердің айналасында біреулер қараңдай ма? Көзім жетпей тұр. Сірә қар құрсауында қалғандар-ау шамасы. Я, біреулер жүрген сияқты. Төмпешік дегеніңіз қар басқан машиналар көке. Шамасы 20-30-дай болар. Тоқбайдың есіне әкесі айтып отыратын мына бір жайт түсті. Жарықтық Шақпақ атаның желі кей жылдар көз аштырмай бірнеше күн соғып, осы өңірдің алай түлейін шығаратын. Шақпақ ата әулие, киелі кісі болған екен. Ауыл аймаққа тек жақсылық жасап, үшкірген науқасы жазылып, берген батасы қабыл болған. Ұры, қары, тентектерді тезге салып, кедей кепшіктерге бар ықыласымен көмектескен. Арам ойылларды райынан қайтарған. Теріс батасын алғандардың өздері де, ұрпақтары да өмірден зардап шегіп өткен. Сондықтан да Шақпақ атаны әулие-ата Түркібасы өңірі қастерлеп, қадірлеп жүреді. Егемендік алған соң оның туып өскен жеріне Шақпақ ата атауы беріледі. Ол кісінің тағы бір жұмбақ мінезі болыпты. Халықтың теріс іс-әрекетін айта шаршаған шақта жер тамына кіріп алып, «Уа халқым, жүздеріңде мейірім, жүректеріңде жылу қалмады. Оны көрсеткенше Құдайым, мен неге алмайды?» деп күңіренеді екен. Сол мезетте жаз болса, қиыршық пен құм суырған жел тұрып, қыс болса жолдардың бәрі жабылып, қар құрсауында тап болып, өзін тыңдамаған елдің апшысын қуырып, тәубесіне кетіреді екен. Табиғат дүлейі не бір күн, не 3, 5, 7 күнге созылып, әйтеуір тақ сандармен аяқталады екен. Тоқбай баласын шақырып алып, «Балам, түнде Шақпақ атаң қаһарына мініпті. Сірә мына жүргіншілердің арасында жақсылығы өз басынан артылмайтын біреулер бар сияқты. Әйтпесе Шақпақ ата бостан босқа ашуланбас еді. Қазір адамдардан иман кеткен заман болып тұр ғой. Өткен жылдары қар құрсауында қалғандарға тікұшақ пен төбелерінен нан тастағанда әпен, төпен, төкендердің істері анау. Нанды әр жерден теріп алып, машиналардың ішінде бірнеше күн аш отырғандарға бір бөлкені 1000 теңгеге, арақтың шишасын 2000 теңгеге сатып, ауылды бүкіл Қазақстанға масқара қылды. Шақпақ ата осыны білмей жатыр дейсің бе? Әрине біледі. Ал балам, тұрмайық, екеулеп қораны қардан аршып алайық та, анау төмендегі адамдарды құтқаруға барайық. Таңдатты. Алдымен қораға барар жол ашылды. Тоқпақ күрегінің сабына сүйеніп, біраз дамылдап алды да кемпірін шақырды. «Қалыш, тез шайыңды дайырла.
іш жылытып алған соң, оңғар, Ошақбай, Жұмаш, Көсемәлілерге барып, ана мүскіндерге жүрек жалғайтын бірдеңе апарайық. Айтпақшы, ана сектің біреуін сойып, жолда қалғандарға құдайы тәмәк берейік. Мен ойға түсіп келгенше, Иманжан малды сойып даярлап қояр. Әй, шалау, сен алжыған шығарсың осы. Кемалымыз жүр Алматыда үй таппай, әркімнің босағасын жағалап. Немерелерге де обал болды. Тапқандар пәтер ақы мен жол ақыдан айтылмайды. Малды соларға сақтап отырмыз емес пе? Келеді ғой, қарақтарым демалыста әкем шешем деп. Кең болсаң, кем болмайсың кемпір, сабаңа түс. Айтқаныңнан қайтушы ма едің сен? Тұрмысың атыңа сай болса ғой шіркін, білгеніңді істе алжыған шал. Ашудан жарыла жаздаған қалыш, жол ашылған соң, сәнімкүл, әнімкүл, жәнімкүндердің үйіне барып шалының алжасқанын айтып, біраз шерін тарқатып алды. Абысын ажындары да беттерін шымшыласты. Бәрінің келген қорытындысы. Тоқбай алжыған. Тоқбай бір топ ауыл қарияларын ертіп, қоржындарының басын томпайтып, жолаушыларға жеткенше, әпен-төпен төкендер де пысықтық танытып, нанның бөлкесін 1000 теңгеден саудалап, жартылықтарын қылдай бөліп ішіп, күйік асуына қарай кетіпті. Көсемәлі қартты қасына алып, ауылдың бала шағаларын ұйымдастырып, біраз көлікті қар құрсауынан босатып болған соң, Тоқбай жолаушыларды үйіне құдайы тамаққа шақырды. Алдымен кірген орыс шалы мен кемпірі болған соң, қонақтардың бәрі орыс деп ойласа керек. Здрастите, здрастите деп, қалышта көңіл жайлылық танытып, бәрін төрге отырғызды. Ет желінді, сорпа ішілді. Дастархан жинардың алдында жігіт ағасы болып қалған шешен жігіті таза қазақ тілінде сөз бастады. Ағайындар, егер мұна Тоқбай ақсақал болмаса, машина ішінде әлі бүрісіп отырған болар едік. Қазақтың даласы қандай кең болса, жүрегі де, құшағы да сондай кең. Кімдерге пана болмады бұл қазақ даласы? Егер қазақ тарапынан осындай ыстық ықылас болмағанда, біз шешендер әлде қашан қырылып, сүйегіміз көмусіз қалар еді. Міне, бүгінгі оқиға осының тағы бір дәлелді. Ақсақал, мен сіздің алдыңызда бас иіп, киелі қазақ дастарханына 50 000 теңге тастаймын деп, әмиянның аузын ашты. Ой, оның не қарағым? Мен сендерден бірдеңе дәметіп, жайғам жоқ бұл дастарханды, деп Тоқбай азарда безер болды. Мена жігіт дұрыс айтады, деп орыс шалы да 25 000 теңге тастады. Өзгелер де қарап қалған жоқ. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Дастархан үсті теңгеге толып кетті. Сасқалақтап қалған Тоқбай, бұларыңыз не ұят болады, қазақ құдайы тамағына ешқашан ақша дәметпейді деп, тақиясын бір киіп, бір шешіп, тек бір қашты. Бата жасалған соң, келген қонақтар жалғыз аяқ жолмен машиналарына қарай құлдилай берді. Ертеңіне, ойбай, не дейсің, Тоқбай ақшаға көміліп қапты, жолаушылар дастарханын теңге мен долларға толтырып кетіпті, деген сөздер ауылды гүлетті де жіберді. Біздің шалдар еш болмаса Тоқбайшылап та алжи алмайды, деп еріндерін тістеледі әйелдер. Келер жылы Тоқбай дағарадай 4 бөлмелі үй тұрғызып, дүрілдетіп той жасады. Сығарға биті жоқ еді, Алла тағала берем десе, есіктен де, тесіктен де береді екен деп, жұрт тағы да жағасын ұстады. Той үстінде бір жайсыз хабар келді. Күйік асуының маңынан әпен, төпен, төкендердің мәйіті табылыпты. Боздақтар-ай, арақ ішкеннен басқа не көрді дейсің бұл өмірден? Қариялар мұңая отырып, осылай деп бет сипасты.